Қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма хош келіпсіздер. Бүгін сіздерге песочный тестодан самса жасайтын боламын. Менімен бірге бейнеде соңына дейін болыңыздар. Ал ендеше бастайық. Ең әуелі илектен өткізілген ұнға мұздатылған сары майымызды турап салып, қолымызбен жақсылап үгілмелі қамыр жасап аламыз. Ингредиенттерді описание бөлімінен қарай аласыздар. 10 плюс-минус жүреді, 50 грамм минус или 50 грамм плюс жүреді. Сондықтан ұндарыңызға байланысты өлшеп саласыздар. 2 дана жұмыртқамызды және 1 шай қасық тұз және қаймағымызды саламыз 20%. Содан соң жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қолымызбен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырды көп илемейміз, қамырымыз думалақ формасын сақтағанша илесеңіздер, болғаны көп илеудің қажеті жоқ. Қамырды илеп алдық, осылай жылтыр жұмсақ қылып, енді пищевой пленкамен орап, немесе пакетпен орап, тоңазытқышқа қалдырамыз. Сол аралықта біз салмасын дайындаймыз. Салмасына 2 орташа пиязымызды бөлшектеп турап аламыз. Содан соң ұнтақтауға арналған блендермен өткізіп аламыз. Немесе пышақпен майдалап турап алсаңыздар болады. Енді 2 дана картопты ұсақтап тураймыз. Содан соң ыдысқа тартылған ет және алдын ала ұсақтап турап алған пиязды және картопты салып, дәміне қарай 1 шай қасықтай тұз және қара бұрыш, зәйтүн майын 3 шай қасық қосамыз. Содан соң жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің салмасын дайындап алдық. Енді қамырына кірісеміз. Тоңазытқышта тұрған қамырымызды аламыз. Қамырымыз дайын болып қалған. Содан соң бөліктерге бөліп аламыз осылай. Колбаса тәріздес қылып кесіп алдық. Енді бір келкі қылып бөліп аламыз. Өте нәзік қамыр. Егерде осы рецептпен жасап көрсеңіздер, сіздердің рецепттеріңіз бір келкі күшті шығатын болса, және достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар, және комментарийға ой пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Мен өте қуанышты боламын. Және каналға тіркелуді ұмытпайық. Барлық қамырды кесіп алдық. Енді думалақта формасын жасап аламыз бір келкі қылып. Осы рецептпен жасасаңыздар өте дәмді самса шығады, песочный. Енді қамырымызды осылай оқтаудың көмегімен жайып шығамыз бір келкі қылып. Қамырды жайып алдық, салмасын 1 қасық көлемінде салып, қамырды осылай қолымызбен жақсылап басып шығамыз, ажырап кетпейтіндей қылып. Түйілу әдісін көрсете кетейін. Видеодағыдай қамырдың басынан кіргізіп, осылай шыққан ұшын қайтадан кіргізіп түйіп шығамыз. Өте оңай әдіс, бір жасағанда шықпауы мүмкін, сонда да самсаларыңыз өте дәмді болып шығады. Түйуі формасы маңызды емес. Егерде үйреніп алсаңыздар, өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Екінші қайтара көрсете кетейін. Салмасын саламыз және жақсылап бүгіп басып шығамыз. Содан соң қолымызбен қамырдың бір шет бөлігін алып, қамырды ішке қарай басып осылай.
Содан соң шыққан ұшын қайтадан басып кіргізіп осылай түйіп шығамыз. Қамыр жұмсақ болғандықтан қолмен басқан кезде тез жабысады. Самсалардың барлығын осылай түйіп аламыз. Енді противенге барлығын орналастырып шығамыз. Содан соң жұмыртқаның сарыуызына 1 шай қасық сүтті қосып араластырып, осылай самсаның бетінде жағып шығамыз. Осы рецептпен жасасаңыздар 1 жасағаннан шығады және 1 жасағаннан ғашық боласыздар. Қайта-қайта жасап жейтін самсаларыңыздың біріне айналады. Бетіне әсемдік үшін қара күнжіт пен ақ күнжітті себеміз. Егер де сіздер ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Пештеріңіздің ыңғайына қарай пісіресіздер. Осымен біздің ауызға салса еритін песочный тестодан жасалған самсамыз дайын болды. Қараңыздаршы, өте дәмді. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жансая, сау болыңыздар.